Сәлем балалар, бұл математика мөлдірмен арнасы. Бүгін біз 5-ші сынып оқушылары жиі шатыстыратын есептерді қарастырамыз. Яғни бөлшектерді қосу. Ендеше бірге үйренейік. Сонымен балалар, біз жиі шатыстыратын есептер, яғни бөлшектерді қосу. Ең бірінші, бөлшектерді қосу үшін ол бөлшектердің бөлімдері бірдей болу керек. Ал егерде бірдей болмаса, бөлімдерін ортақ бөлімге келтіру керекпіз. Мысалға бізде 3-тен 1 қосылған 4-тен 1. Көбіне балалар бұл жерде қателеседі. Яғни не істейді балалар? Бөлімдерін бір-біріне қоса салады. Яғни 3-ке 4-ті қоса салады, 7, 1-ге 1-ді қосамыз 2. Бұл әрине қате шешім оқушылар. Енді дұрыс шешімін қарастырайық. Бөлімдері әртүрлі болып тұр, ендеше ортақ бөлімге келтіру керекпіз. Екінші ортақ еселігін табамыз. Яғни 3 пен 4-тің ортақ еселігі 12 болады екен. Так, ортақ бөлім 12 болды. Енді 12-ге жету үшін нешеден береміз? 4-тен береміз. 4-ті алымына да бөліміне де көбейтеміз. 4 бізде 12-ге жету үшін нешені көбейтеміз? 3-ті көбейтеміз. Оны алымына да бөліміне де көбейтеміз. Енді ортақ бөлімін 12 қылып тауып алдық. 1-ді 4-ке көбейтсек қанша? 4 болады. Қосылған 1-ді 3-ке көбейтем 3. Тең болады. Ортақ бөлім бізде қанша? 12. Алымын есептейміз. 4-ке 3-ті қоссақ 7 болады. Дәл осы сияқты екінші мысал қарастырайық. 5-2 қосылған 6-тан 1. Ортақ бөлім неше болады? 30 болады. Енді 30-ға жету үшін 6-тан беремін және 5-тен беремін. 6-тан берген кезде 2-ні 6-ға көбейтемін. Қанша болады? 12 болады. Қосылған 1-ді 5-ке көбейтемін қанша? 5 болады. Тең болады. Сонымен жауабымыз 30-дан қанша болады? 12-ке 5-ті қоссақ 17 болады. Олар біз есімізде сақтау керекпіз. Яғни тек бөлімдері бірдей болғанда ғана бөлшектерді бір-біріне қоса алады екенбіз. Оқушылар, мен сендерге үй тапсырмасын дайындап қойдым. Жаңағы мысалдарға қарап, үйге тапсырма 7-ден 1 қосылған 14-тен 1. Жауабы қанша болады? Астына комментарийға жазып, егер бүгінгі сабағымыз пайдалы болса, лайктарыңызды басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.